Ассалаумағалейкум. Қаработа деген қорым. Атырауға жақын жерде, Қарабатаннан 10 километр жерде. Қарабатан Дасурбағын асқанда 9 километр шамасында. Бұл советский военный картада Қаработа қорымы деген, Қаработа бейіті деген. Военный карталарда екі белгі бар, бейітке байланысты. Некрополь дейді, сосын могила дейді. Бұл могила Қаработа деген екен. Яғни могила болса, бұл сол кісінің өзінің бейіті бар деген сөз. Сол жерде жерленген деген өзіміздің тәжірибемізден белгілі. Осында могила дегенге барсақ, сол жерде сол адамның банағы жатқанын көріп жүрміз. Енді Қарабатан деген атау жалпы осы Қаработа деген адамның есімен шыққан болса керек деген ойымыз бар. Өйткені көп жер атаулары адам есімдерімен аталып жүр жалпы. Енді Қарабатан атауын әртүрлі айтып жүр ғой. Енді мұнай тасыған қара мұнай тасыған атанның атымен деп, түйенің атымен атан деп, немесе Қаработа деп ботасы бар түйенің банағы сонымен байланыстырады. Әрине кезінде мұнайды деген түйемен тасыған белгілі. Бірақ осы менің ойымша осы Қарабатан атауы Қаработа деген адам есімен аталса керек. Бірақ бұл жерде бір құлпытас пен бір кесенесі бар, ескі 19 ғасырға сәйкес сай. Қаработа деген есім жоқ. Ысық руының адам жерленген екен бұл жерде. Сыртына белгі ештеңе қоймапты, шамасы кім екенін білмесе керек. Оқып көрсе, Ысық руы жайылмыс бөлімі дейді. Мына жерде Құтбай дейді. Құтбайды мына жерде д-мен жазады. Құдыбай деген сияқты, мүмкін Құдыбай. Енді бұл неге байланысты қазір тағы бір ойымды айтам. Құдыбай Күсейген. Құдыбай Күсейген ұлы опат 63 жасында деген. Енді қай жылы қайтқанын, кім қойғанын оны қоймаған. Соны енді бір жағынан да ой келді. Мүмкін кейде құлпытастарды оқып келген кезде ол адамның шын аты жазылады да, немесе кейін несі екінші аты жазылады. Қаработа деген мүмкін осы кісінің екінші есімі дегенде ой келеді. Өйткені бұл жерде осы құлпытастан басқа не жоқ, басқа ескі құлпытас жоқ. Енді бана ар жағында бейітті бір қарап келе жатыр едік. Сонда ой келді. Шет жағында бір бейіт бар екен, Ысықтың марқұмына қойылған бейіт. Сонда Ысық руы жайылмыс Құдабаев Қуаныш 1918 жылы туған екен. Соны бір ой келді. Мүмкін осы кісінің аталары ма екен деген. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұнайшысы. Фамилиясы Құдабаев. Мүмкін банағы құлпытаста д-мен жазылған ғой. Құдыбай деп. Құдабай шығар дегенде ой келеді. Банағы құлпытастың дұрыс оқылуы осы кісінің аталары емес пе деген ой келді. Өйткені Құдабаев Қуаныш деген Ысық жайылмыс бөлімі бәрі келіп тұр, сәйкес келіп тұр. Қаработа деген қорым осы. Бұдан да үлкен кесене болған. Айналасындағы топырағы еріп кеткеніне қарағанда. Жалпы трассаға жақын жерде. Атырау Дасур трассасына жақын жерде. Видеодан аталарын танытқан адамдар болса, бір комментариясын беріп қояды ғой. Біліп отырайық.